Жер бетіндегі жалғыз идеальный адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең кемел мінез иесі. Алла тағала Құран кәрімде «Ва иннака ла'ала хулуқин азим». Ей Мұхаммед, сен ең ұлы мінез иесісің деп Раббымыздың өзі мадақтаған жер бетіндегі жалғыз идеальный адам. Одан кейінгілердің барлығы қателесушілер, яғни біздер. Сондықтан, бірақ Абай атамыз айтқандай, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз дейді. Ондай сияқты болу бізге қайда деп айтпас үшін, ол пайғамбар туралы айтпа бізге, ол қайда, ол сияқты деп айтпас үшін, Алла тағала әдейі пайғамбарымызды адамның жынысынан жасаған екен. Яғни, біз істей алатын адамның жынысынан жасаған екен. Сондықтан да пайғамбардың бойындағы сипаттармен біз де сипаттала алады екенбіз.